балаларым, бүгін біз екінші құрақ көрпемізді аяқтадық. Міне, қазақ болғасын әрбір үйдің төрінде осындай құрақ көрпе болу керек. Сендерге де рахмет, міне маған қолғабыстарыңызды тигізіп көмектесіп жатырсыңдар. Тамаша, өте жақсы. Ұзындығын өлшей қояйық. Өте жақсы. Тамаша, анамен бірге, екінші көрпеге бірге. Біз қазақ болғасын ай сайын осылай екі құрақ көрпеден тігіп отырамыз. Енді Айменуштың аяқтадың ба жұмысыңды? Қандай керемет Айменуштың қолынан шыққан шеберлік. Жұмысының жетістігі. Айғанның аяқтадың ба? Аяқтадым анашым. Жақсы, молодец. Енді әрбір қазақтың төрінде құрақ көрпе болуға тиіс. Оның басына өстіп жастықшалар, өстіп әрқайсымыз тігіп қоюымыз керек. Тамаша. Енді болсаңдар мына жұмыстарымды қауіпсіз ретінде инежіктерімді сала қойыңдар. Өйткені инежікті біз қалай болса солай тастамауымыз керек, балаларым. Әрқайсына ұқыптылықпен, жауапкершілікпен қарауымыз керек. Өте жақсы. Сондықтан әрқайсыларға көп рахмет, балаларым. Енді ертең келесі қиындылармен басқаша ромик тұрғыда, қошқар мүйіз тұрғыда,